құрметті қыздар, құрметті шәкірттер. Бүгін біздің Құран әліппесі сабағымыздың 6-шы сабағы. Бүгінгі біздің тақырып шадда деп аталады. Бисмилля, біз бастаймыз. Қыздар, қараңыздар. Мына жерде шадда дегеніміз вот мынау белгі өзі ш әрпіне ұқсайды екен, иә? Қазақ тіліндегі кез келген әріптің үстінде осы шадда белгісі тұратын болса, біз сол әріпті 2 рет оқимыз. То есть, қараңыздар. Мысалы, бірінші нун әрпінің үстінде осы шадда тұр. Демек, біз нун әрпін 2 рет оқимыз да, содан кейін барып үстіндегі харекетін оқимыз. Түсінікті, иә? Даже харекет астында келсе де, үстінде келсе де, бірінші әріпті содан кейін барып харекетті оқимыз. Және де бірінші әріпіміз нунды 2 рет оқимыз ғой. Демек, бірінші әріпіміз тоқтаймыз. Ән, сосын нә. Ән-нә. То есть, нун 2 рет екенін білдіріп оқуларыңыз керек. То есть, сол жерде шадда бар екенін білу керек, иә? Бисмилля, қараңыздар. Ән-нә. Ин-нә. Әм-мә. Дәббә. Дәқ-қо. Қоф жуан. Дәккә. Дәджә. Руббә. Әссә. Россә. Әддәбә. Әззәнә. Әддәбә. Әззәнә. Әуәбә. Әуәлә. Дәррәҗә. Дәррәсә. Дәуәхо. Дәуәдә. Дәуәрә. Дуинә. Руиḥә. Зуиджә. Әуәддә. Әзәррә. Әрәққо. Изрәққо. Рәуәдә. Руиджә. Рәддәдә. Рәуәдә. Түсінікті, иә, қыздар? Осы бетті кемі 10 бет оқисыздар, ары қарай артығымен оқи беріңіздер. Одан кейін мынау астындағы жазуларға мән бермейміз. Бұл жерде қате болады. Сондықтан өздігімізше оқимыз, қыздар. Иншалла, сабырмен, осы мен беріп жатқан тапсырмаларды орындайтын болсаңыздар, аз күнде иншалла бұл кіріспелер ары қарай уже тәжвид қағидаларына кірсек, тәжвидті бітіріп алсақ, иншалла біз Құран оқитын боламыз. Барлықтарыңызға сәттілік.